Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Анаргүл. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте дәмді, әдемі болып шығатын молочная девушка, яғни сүтті қыз тортын бірге жасайтын боламыз. Рецептінің соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тортымыздың корждарын жасауға кірісеміз. Таза ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Оның үстінен 2 жұмыртқамызды саламыз. Және де сгущенканың сапалы түрін, яғни 3 желанияның сгущенкасын қосып, осының барлығын жақсылап 2-3 минут шамасында жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Миксерді баяу жылдамдықтан жоғарғы жылдамдыққа көтере отырып миксерлейміз. Барлық заттың мөлшерін описанияға жазып қалдырамын, сол жерден қарасаңыздар болады. 2-3 минут шамасында жақсылап миксерлеп алғаннан соң, алдын ала електен өткізіп дайындап алған ұнымызға қамыр қопсытқышымызды қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз да, осы ұнымызды жаңағы сұйық массамызға барлығын бірден осылай себе отырып қосамыз. Және де миксерлейтін боламыз. Миксерді ең алдымен қатты ұн шашырамау үшін осылай араластырып алыңыздар. Содан соң миксердің ең баяу жылдамдығында миксерлеп аламыз. Қатты көп миксерлеудің қажеті жоқ. Біздің ұнымыз сұйық массаға біріксе жеткілікті. Мінекей достар, бізде осындай сұйықтықтағы қоймалжың қамыр шығуы тиіс. Осындай қою кремге ұқсас қамыр шығады. Бізге міндетті түрде пергамент қағазы керек болады. Пергамент қағазын алдын ала кесіп дайындап аламыз да, 26 диаметрі формамен де осы формамен пергамент қағазын қысып аламыз да, сол кезде біздің формамыздың ізі қалады. Сол ізбен қамырды бір тегіс етіп жайып шығатын боламыз. 2-3 қасықтан салсаңыздар болады. Мен 2,5 қасықтан барлығына да салып осылай жайып шықтым. Сол кезде менде 6-7 дана көш шығады. Дәл осы кезде пеште алдын ала 180 градусқа қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Барлық қамырды дәл осы қалыппен бір тегіс етіп, барлығына бірдей жағуға тырысыңыздар. Барлық жерін бірдей етіп жағып, алдын ала қызып тұрған 180 градуста 4-5 минут шамасында пісіріп аламыз. Корждар өте жылдам піседі, сондықтан міндетті түрде қарап тұрыңыздар, күйіп кетпесін. Қыздар, бұл тортқа қай заттың қанша мөлшерде керек екенін барлығын толықтай описанияға төменге жазып қалдырамын, сол жерден қарасаңыздар болады. Мен барлық корждарымды пісіріп дайындап алдым. Осындай алтын түстес болып, әдемі болып пісіп шығады. Енді осы корждарымды тортым әдемі шығу үшін арнайы осындай кольцоның көмегімен кесіп алатын боламын. Мен 26 диаметрге қойып, барлық корждарымды дәл осылай бір тегіс етіп, бірдей қылып барлығын кесіп дайындап алдым. Содан соң кремін жасайтын боламыз. Мына жерде менде творожный сырға қантты салып, екеуін жақсылап алдымен миксерлеп аламын да, екеуін жақсылап миксерлеп алғаннан соң салқын сливкиді құйып, барлығын жақсылап қою, өзінің формасын жақсы ұстағанға дейін араластырамын. Миксердің ең қатты жылдамдығымен миксерлейміз. Мінекей достар, қараңыздар, біздің креміміз осылай өзінің формасын өте жақсы ұстауы тиіс. Енді тортымызды жинап бастаймыз. Кольцоның көмегімен жинаймын міндетті түрде, өйткені тортты осындай кольцомен жинасаңыздар, бір тегіс өте әдемі жиналатын болады. Әр корждың арасына 2-3 қасық крем сала отырып, барлық корждарымызды жинап аламыз.
Мінекей мына жерде мен ең соңғы корждың үстіне крем жағып жатырмын. Жақсылап крем жағып алып, кальцияны кішкене босатып, кальцияны шығарып аламыз да, содан соң тортымыздың шетіне де крем жағып шығамыз. Қарасаңыздар, біздің тортымыз өте әдемі, бір қалыпты болып жиналған. Енді осы тортымыздың жан-жағына, яғни шетіне қалған кремімізді жағып шығамыз. Мінекей достар, қараңыздар, барлық жеріне де кремді әдемілеп жағып алдық. Енді бұны вафельный крошкамен әсемдейтін боламыз. Вафельный крошканың қай зат қанша мөлшерде қалай жасадым, барлығын описанияға қалдырамын. Барлығын жақсылап бір миксерлеп араластырып алсаңыздар жеткілікті, оңай жасалады. Енді осыны пергамент қағазына жұқалап жағып шығамыз да, алдын ала қызып тұрған 160 градус пеште 4-5 минут шамасында ұстаймыз. Бұл өте жылдам піседі, сондықтан қарап тұрыңыздар. Пергамент қағазына осылай бір тегіс етіп жабып алып, пешке салып пісіріп аламыз. Біздің вафельный крошкаларымыз осылай қызарып әдемі болып піседі. Ал жаңағы мына ағарып тұрған жерін алып тастасаңыздар да болады. Ол жері өйткені қалыңдау болып шалғаннан кейін кішкене пісуі қиындау болып қызармай қалған. Барлығын да осындай пакетке салып, жақсылап қолымызбен кішкене үгітіп аламыз. Қатты үгітудің қажеті жоқ. Бізде ірі осылай вафельный крошкалар шығуы тиіс. Осыны тортымыздың айналасына жақсылап жағып шығамыз, әдемілеп әсемдеп аламыз. Тортты енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Вафельный крошка жасамасаңыздар, шоколадпен әсемдесеңіздер де болады. Енді бетіне мен осылай насаткамен гүл тәріздес етіп жасап шығамын. Кремнен жаңа алып қалған болатынмын. Осылай арнайы насатканың көмегімен осылай әдемі етіп гүл жасап, үстіне құлпынайды орналастырып шықтым. Осымен біздің өте дәмді, әдемі тортымыз дайын, өте оп-оңай жасалады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздерде де өте керемет шығады деген ойдамын. Рецептінің соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.